1510 жылы Мұхаммед Шайбани Сефевилер мемлекетіне қарсы жорық қарсаңында Ұлытауға, ендігі кезекте Қасымның ордасына шабуыл жасауды жоспарлайды. Қасымды әлсірету арқылы солтүстіктегі Түркістан аймағына қазақтардан төнетін қауіпті алдын алуды көздейді. Осы жылдың ақпан-қаңтар айларында Шайбани хан жер қайыстырар қалың қолмен Созақ, Ұлытау аймақтарына қарай бағыт алады. Мұхаммед Шайбанидың жүрісі туралы ақпаратты иемденген Қасым алдағы шайқасқа дайындықты бастайды. Ақыры 1510 жылдың ақпан айында Ұлытау өңірінде Қасым сұлтанның әскері мен Мұхаммед Шайбанидың қосыны арасында қанды шайқас өтеді. Шайқас Қасымның пайдасына шешіліп, Мұхаммед Шайбанидың әскері ойсырай жеңіледі. Аталмыш шайқас нәтижесінде Шайбани ханның әскері үлкен шығынға ұшырайды. Қасым болса, шегініп бара жатқан Шайбан әскерін сыр өңірінен қуып шығады. Шайбани ханның Ұлытаудағы жеңілісі оның әскерінің әлсіреуіне және алдағы уақытта Исмайыл шахқа қарсы Мерв түбіндегі шайқаста жеңіліс табуына алып келеді. Кейіннен дәл осы Мерв түбіндегі шайқаста Мұхаммед Шайбанидың өзі ерлікпен қаза табады. Ал Қасым сұлтан сайрамда тоқтап қалмай, Түркістандағы Шайбан иеліктеріне жорығын жалғастырады. Түркістан уәлаятына жорығы нәтижесінде Ясы, Отырар, Тараз сияқты ірі экономикалық маңызы бар қалалар Қазақ хандығының құрамына өтеді. Қасымның әскері сыр бойындағы Ташкенге дейінгі барлық қалалар мен елді мекендерді жаулап алады. 1510 жылы Қасым ханның Ұлытау түбіндегі шайқаста Мұхаммед Шайбани әскерін тас-талқан етіп жеңуі бүкіл Дәшті Қыпшақта оның беделінің өсуіне алып келді. Бұрындық хан бар билігінен айырылып Мауреннахрға қуылғаннан кейін қазақ ұлысындағы бар билік Қасымның қолына көшеді. Алайда билік Қасымның қолына өткенімен ресми түрде қазақ ұлысының ханы ретінде бұрындық болып қала берді. Қасым ханның билікке келуі қазақ хандығының оңтүстіктегі негізгі қарсыласы Мауреннахрдың саяси өміріндегі өзгерістермен қатар жүрді. 16 ғасырдың басында Сефевилердің басшысы Исмайыл I қазіргі Әзербайжан аумағындағы Ширваншах мемлекетінің астанасы Баку қаласын басып алады. Ал 1501 жылы қазіргі Иран аумағындағы Тебриз қаласын басып алғаннан кейін барлық қызылбас тайпаларын біріктіріп, өзін Иран мен Әзербайжанның шахин-шахы етіп жариялайды. Осылайша, шииттік ислам бағытындағы жаңа Сефевилер мемлекетінің негізін қалайды. Бұдан кейінгі жылдары аз уақыт ішінде Иран, Хорасан аймақтарын бағындырып, шығыста Үндістанға шықса, солтүстікте Шайбанилер мемлекетіне дейін жетеді. 1503-1507 жылдары Мұхаммед Шайбани хан Қасым сұлтанның қолдауымен бүкіл Мауреннахр мен солтүстік Хорасанды басып алып, Шайбанилер мемлекетін құрады. Шайбанилер Хорасанның солтүстігін жаулап алғаннан кейін ерте ме кеш пе Исмайыл біріншімен қақтығысуы керек еді. Содан 1507-1509 жылдары Мұхаммед Шайбани мен Исмайыл шах бір-бірімен өте дөрекі формада хат алмасады. Екі жақтың діни көзқарасы қарама-қайшы болғандықтан бір-бірін кәпір, дінсіз деп айыптайды. Себебі Исмайыл шах ислам дінінің шииттік бағытын ұстанады. Ал Мұхаммед Шайбани болса, Орта Азияда кең тараған исламның сунниттік бағытында еді. Исмайыл шах шиизмді Сефевилер мемлекетінің ресми идеологиясы етіп жариялағаннан кейін шахтың иеліктерінде сунниттік бағыттағы мұсылмандарды қудалау белең алды. Хат алмасу барысында Мұхаммед Шайбани хан Исмайыл шах ұстанатын шииттік исламды бүлікшілер жол деп айыптап, сунниттік исламға қайтуға шақырады. Шайбани хан Исмайыл біріншіге өзінің Шыңғыс тұқымынан екенін және бұрынғы Темір мемлекетінің жерлерін заңды түрде билеуге құқығы барын алға тартады. Исмайыл шах пен Шайбани хан арасындағы соғысқа екі билеушінің Хорасан аймағына деген таласы да себеп болды. 1507 жылы Шайбани хан Хорасанның солтүстігін жаулап алғаннан кейін Сефеви мемлекетінің Хорасандағы бекіністеріне бірнеше ірілі ұсақты тонаушылық шабуылдар жасайды. Ал 1509-1510 жылдары Хорасандағы Сефеви иеліктеріне басып кіріп, Керман бекінісін жаулап алады. Осы шабуылдан соң 1510 жылдың қараша айында Исмайыл шах бастаған қызылбастардың әскері солтүстік шығысқа Шайбан иеліктеріне қарай бағыт алады. Бұл уақытта Шайбани хан Герат өңіріндегі хазарларға қарсы жорық үстінде еді. Мұхаммед Шайбанидың әрекетін жіті бақылап отырған Исмайыл шах Шайбани ханның Гераттағы әскери сәтсіздігі туралы ақпарат келген бойда әскерін жинап, солтүстік Хорасанға қарай бағыт алады. Шахтың әскері Мешхет, Туз, Нишапур, Сабзивар қалаларын басып алып, бүкіл солтүстік Хорасанды Шайбанилерден тазартып үлгереді. Қызылбастардың солтүстік Хорасанға жорығы кезінде Шайбани хан Мешхеттен 300 шақырым жердегі жақын аймақта Хазар тайпаларына қарсы арнайы әскери операция үстінде еді.
Хазарларға қарсы жорыққа Шайбани хан бірнеше мың сарбаздан тұратын жасақпен аттанған тұғын. Ханның негізгі әскерінің бір бөлігі Мәуереннахрда, Убайдулла сұлтанның қарамағында болса, қалған бір бөлігі Түркістан, Ташкент аймақтарында Қазақ хандығына қарсы әскери іс-қимылдар жүргізіп жатты. Жағдайды бағамдай келе, Шайбани хан Қызылбастармен ашық шайқаспай, Мәуереннахрдан көмек келгенше сол маңдағы Мерв қаласына бекінуге шешім қабылдайды. Бұл кезде біріккен Қызылбас әскері бағытын солтүстік-шығыстан солтүстікке қарай өзгертеді. Астарабад, одан кейін Серахс бекіністеріне жылдам әрі жойқын шабуылдар жасап, аз уақыттың ішінде бағындырады. Жаулап алынған Хорасан бекіністеріндегі бүкіл Шайбан әмірлері шахтың әскерінен қашып, Мерв қаласына келіп орнығады. Мұхаммед Шайбани өзінің туысы Бұхара әмірі Убайдулладан жағдайдың қиын екенін айтып, көмекке Мәуереннахрдағы 30 мыңдық негізгі әскерді аттандырсын деп бұйрық береді. Ал Исмайыл шахтың жер қайыстырар қалың қолы Мервке табан тіреп, қаланы қоршауға алады. Мұхаммед Шайбани Мервті бермей, ұзақ һәм өте табанды түрде қарсыласты. Қаланы тікелей шабуыл арқылы алуға тырысқан Сефеви әскері еш нәтижеге жете алмады. Ол кезде Бұхарадан Мерв бағытында 30 мыңдық өзбек әскері көмекке жіберілген тұғын. Алайда 1510 жылдың желтоқсан айында Мұхаммед Шайбани хан Мәуереннахрдан келетін қосымша күшті күтпей, Исмайыл шахтың арандатуына еріп, өтірік шегінген Сефеви әскерінің артынан қуа жөнеледі. Қызылбас әскерін қуу барысында Шайбани ханның жасағы Махмудабад ауылының іргесінде 17 мыңдық шах әскерінің қоршауында қалады. Ханды әрі өте белсенді қарсыласу нәтижесінде 5 мыңдық өзбек жасағы жеңіліс тауып, түгелімен қырылады. Ал Мұхаммед Шайбани хан шайқас кезінде ерлікпен қаза тауып, басынан айырылады. Шайқастан соң Исмайыл шах Мұхаммед Шайбанидың басын алып, одан шарап ішетін кубок жасайды. Денесін туыстарына Самарқанға жібереді. Шайбани ханның өлімінен соң Шайбан ақсүйектерінің берекесі қашып, не істерін білмей есеңгіреп қалады. Хорезмді басып алған Қызылбастарға әскер жинап, қарсы тұрудың орнына бір тоқтамға келе алмай, жан-жаққа тарап кетеді. Шайбан ұрпақтарының бірлігі шатқаяқтап тұрғанын байқаған Исмайыл шах Әмударияны асып, Самарқандты жаулап алуды жоспарлайды. Дәл осы кезде Кабулдың билеушісі Ханзада Бабыр Исмайыл шахқа Самарқандты басып алу үшін көмек беруін сұрайды. Бабыр атасы Әмір Темірдің тағын қайтарғысы келетінін және Мәуереннахр халқының оны қолдайтынын алға тартады. Исмайыл шах Бабырдың өтінішіне оң жауап қатып, 1512 жылы Нәжми Сәни бастаған Қызылбас әскерін Бабырға көмекке аттандырады. Қызылбас әскері Әмударияны кесіп өтіп, Мәуереннахрдың астанасы Самарғанды, ардынша Бұхара шаһарын басып алады. Осылайша 1512 жылы Темір мемлекетінің заңды мұрагері Закириддин Бабыр Қызылбас әскерінің қолдауымен Самарқанды бағындырады. Алайда, уақыт өте келе Мәуереннахрдың халқы Бабыр мен Сефевилердің билігіне наразы болды. Өйткені Сефеви әскері Самарқан мен Бұхараны алғаннан кейін Исмайыл шах қала мешіттерінде құлшылықты шииттік ислам үлгісінде оқу туралы бұйрық шығарады. Оған қоса, жергілікті сунниттік исламды ұстанатын халықтың діни көзқарасын елемей, шииттік исламның қағидаларын енгізеді. Шахтың бұл әрекеті Мәуереннахр халқының жаппай наразылығын туғызады. Ал сөз жүзінде Самарқанд тағында отырған Бабыр шахтың бұл шешіміне қарсы шыға алмайды. Шахтың аталмыш бұйрығына Бабырдың қарсы шықпауы Самарқанд халқы үшін түсініксіз еді. Себебі бұған дейін жергілікті Мәуереннахр халқы жат жұрттық көшпелі Шайбани өзбектерге қарағанда Бабыр ханзаданы Самарқанд тағында көргісі келетін. Бірақ халықтың сүйіктісі Бабыр күн сайын абыройын жоғалта берді. Қызылбастардың жергілікті халық көзқарасын елемей, сүнниттік исламды екінші орынға қойып, шииттік заңдарды енгізуі наразылықтарға әкеп соқты. Осы уақытта Ташкент мен Мәуереннахрдың басқа аймақтарындағы Шайбан ақсүйектері бірігіп, Қызылбастарға қарсы тұруға шешім қабылдайды. Сол үшін Шайбан ақсүйектерінің бейресми басшысы болашақ хан Убайдулла Қазақ хандығының билеушісі Қасым сұлтаннан әскери көмек беруін өтінеді. Мәуереннахр билігін жат жұрттық шейіт Қызылбастардың басып алуы Қасымды да алаңдатады.
Себебі алдағы уақытта Сефеви мемлекеті күшейіп, батыста Осман империясын ойсырататын болса, онда Исмайыл шах бар күшін шығыс бағытқа салып, Қасым иелігіндегі Түркістан аймағын алуға тырысатын еді. Сондықтан Убайдулла сұлтанның өтінішін қабылдап, көмек ретінде ұлы Әбілқайырды әскермен жасақтап Ташкенге аттандырады. 1512 жылдың көктемінде Убайдулла мен Әбілқайырдың біріккен әскері Бұхараны бағыт алып, жылдам шабыспен жүріп кетеді. Қазақ-өзбек әскері Самарқан мен Бұхараны азат етіп, Бабыр мен Нәжми Сәнидің жасақтарын Әмударияның арғы бетіне шегіндіреді. Алайда 1512 жылдың күзінде Нәжми Сәни мен Бабырдың біріккен әскері Бұхараны басып алмақ ниетпен жорыққа аттанады. Қазақтар мен Шайбанилердің әскері оларды Бұхара маңындағы Деждуван бекінісінде күтіп алады. Деждуван түбіндегі шешуші шайқаста қазақ-өзбек әскері Қызылбастардың қосынын ойсырата жеңеді. Шайқаста Қызылбас әскерінің қолбасшысы Нәжми Сәни қолға түсіп, сол жерде өлтіріледі. Ал Бабыр ханзада аман қалған жасағымен Кабулға қайтып оралады. Әскерін балыққа қарай шегіндірген Исмайыл шах Мәуереннахр үшін болатын шешуші шайқасқа дайындалады. Қасым сұлтан да қарап жатпай, 100 000 адамнан тұратын үлкен армия жасақтап, Әбілқайырды балыққа қарай аттандырады. Біріккен қазақ Шайбан әскері балыққа таяғанда, бас қолбасшы Әбілқайыр сұлтан Исмайыл шаққа мынадай мазмұнда хат жолдайды. Қызылбастар қолбасшысы Исмайыл Бахадүр ханның құзырына осы хатымды жолдаймын. Сізге қарсы Дешті Қыпшақтың падишахы, Жошы ұлысының билеушісі, жоғары мәртебелі Қасым ханның ұлы Әбілқайыр сұлтан келіп тұр. Өз билігіңіз жүрмейтін аймаққа шығып батылдық таныттыңыз. Сіздің қолбасшылық қабілетіңіз бен асқан батырлығыңызды жоғары бағалай отырып, әскеріңізді балықтан кері бұруыңызды талап етемін. Ұлы хан сізді тұтқындау мақсатында мені жіберді. Алайда әкемнің сіз сияқты батыл жауынгердің жанын алғанын қаламаймын. Сондықтан мәнсіз соғыстан бас тартып, бұл аймақты өзбек билеушілеріне тапсырып, өзіңіз Иранға қайтып оралыңыз. Олай болмаған жағдайда, сенің басыңа аспан мен жерді төндіріп, әскеріңді жермен жексен етемін. Менің саған кеңесім, жастық шағыңды бағалап, мәнсіз соғыстан бас тарт. Қасым ұлы Әбілқайыр сұлтан, 1512 жыл. Исмайыл шах өзіне тән батылдық пен ер жүректілікке сай Әбілқайырдың кеңесіне құлақ аспай, соғысуға шешім қабылдайды. Сонымен 1512 жылы Әбілқайыр бастаған 120 мыңдық қазақ-өзбек әскері Қызылбас әскерімен Майдан даласында соқтығысады. Қазақ әскерінің орталық бөлігінде бас қолбасшы Әбілқайыр сұлтан болса, әскердің сол қанатын Бірім аталық басқарды. Ал қосынның оң қанатына Алып аталық басшылық етті. Ал Шайбан әскері артқы шепте орналасты. Орта Азиядағы ең құдіретті екі армия бір-бірімен Майдан даласында кезікті. Екі әскер де белсенді түрде қарсыласты. Шайқас нәтижесінде шах әскері жеңіске жетеді, бірақ үлкен әскери шығындарға ұшырайды. Ал Қасымның ұлы Әбілқайыр Майдан даласында ерлікпен қаза табады. Екі жақта орасан зор шығынға ұшырап, өте көп әскерінен айырылады. Қазақ-өзбек әскері ауыр шығындармен Самарқанға қайтып оралады. Ал Исмайыл шах үлкен материалдық және адам шығынына байланысты ары қарай әскери іс-қимылдар жүргізуге мұршасы жетпейді. Осы шайқастан кейін Қызылбас әскері Мәуереннахрға енді қайтып аяқ баспайды. Исмайыл шахтың балық түбіндегі қазақ-өзбек армиясымен болған шайқасы оның әскердің едәуір әлсіреуіне, артынша 1514 жылғы Шалдырын даласындағы Осман империясының сұлтаны Сәлім біріншіден ойсырай жеңілуіне алып келеді. Осылайша бірнеше жылға созылған Өзбек-Иран соғысы Мәуереннахрдың толық азат етілуімен аяқталады. Әбілқайыр сұлтан бастаған 160 мыңдық қазақ-өзбек әскерінің Қызылбастардан жеңілісі Исмайыл шаққа Орта Азияға екінші мәрте басып кіруге жол ашқан болатын. Алайда, бұл шайқаста екі жақта, қазақ-өзбектер де, Қызылбастар да үлкен әскери материалдық шығынға ұшырағандықтан, ары қарай соғысты жалғастыруға ешкімнің де мұршасы жетпеді. Оған қоса, 1513-1514 жылы Сефеви мемлекеті мен Осман империясының арасындағы саяси жағдай ушығып, әртүрлі әскери қақтығыстардың туындауына себепші болды. Осыған байланысты Исмайыл шах негізгі әскери құрылымдарын елдің батыс шекарасына қарай жылжытты.
Ақыры 1514 жылдың 23 сәуірінде Осман сұлтаны Сәлім біріншінің 140 мыңдық армиясы Үскідардан Тебриз бағытында жорыққа аттанды. 1514 жылдың 23 тамызында Сұлтан Сәлім мен Ысмайыл шахтың әскері Шалдырын даласында кезікті. Бірнеше сағатқа созылған қиян-кескі шайқас нәтижесінде Османлы әскері жеңіске жете бастады. Шайқастың соңғы сағаттарында Қызылбас жасақтары ойсырай жеңіліп, майдан даласынан қашуға айналды. Шайқас өзінің пайдасына шешілмейтін түсінген шах уақыт жоғалтпай әскерін тағдыр тәлкегіне тастап, өзі ел астанасы Тебризге қарай жылдам шабыспен жүріп кетті. Жауынгерлік ғұмырында алғаш осындай ірі жеңілістің дәмін сезген Ысмайыл шах Тебризде де көп тұрақтамай, қаланы тастап, Хорасандағы көп бекіністерінің біріне барып, жан сауғалайды. Себебі Шалдырын даласындағы жеңілістен кейін Тебризде көп ұзамай құлайтынын Ысмайыл шах жақсы түсінді. Содан Шалдырын даласындағы жеңістен кейін Сәлім сұлтан бар болғаны 2 апта ішінде Тебризді алып, шаһарды тонауға ұшыратты. Аталмыш жеңіс Сәлім біріншінің абыройын еселесе, Ысмайыл шахтың билігі мен абыройын едәуір төмендетіп жіберді. Осылайша Ысмайыл біріншінің 1514 жылы Осман әскерінен тас-талқан болып жеңілуі, оның шығыс бағытқа, Мәуереннахрға екінші рет жорық жасау туралы жоспарын жоққа теңеді. Ал Қасым сұлтан болса, 1513 жылы Орталық Азияның қауіпсіздігін нығайтып, Қызылбастардың кезекті жорығына дайын болу үшін Шайбанилермен бейбіт келісімге келеді. Мәуереннахрдағы тұрақтылық пен тыныштықты қалпына келтіруге бағытталған іс-шараларды қабылдайды. Осы мақсатта Қызылбастармен соғыста Шайбан ақсүйектерін біріктіріп, белсенділік танытқан Мұхаммед Шайбанидың жиені Убайдолла сұлтанға қызын тұрмысқа береді. Осылайша, екі ел арасындағы бейбіт келісімді неке арқылы бекітеді. Сонымен қатар, Убайдоллаға Самарқанд тағына отыруға саяси қолдау көрсетеді. Содан 1512-1513 жылдары бұрынғы Бұхара әмірі Убайдолла сұлтан Қасым ханның қолдауымен Мәуереннахрдың ханы болып сайланады. Бейбіт келісім бойынша Қасым хан Убайдоллаға бүкіл Мәуереннахр шаһарларын қайта біріктіруде әскери қолдау көрсетуге келісті. Ал Убайдолла хан кезінде Мұхаммед Шайбани хан жариялаған ғазауаттың күшін жойып, қазақтармен сауда-саттықты қайта жаңғыртуы тиіс болды. Сонымен қатар, Убайдолла хан Дешті Қыпшақтағы билікке таласпайтынын және қазақ ауылдарына тонаушылық шабуылдар жасамайтынын айтып, Қасым ханға уәде берді. 1514 жылы Моғолстан билеушісі Саид хан бұрынғы Шағатай ұлысын қайта біріктіру ниетімен Қасым ханға Шайбан иеліктеріне бірігіп жорық жасау туралы ұсыныс тастайды. Алайда Қасым хан белгілі себептерге байланысты Моғол билеушісінің өтінішінен сыпайы түрде бас тартады. Ал Қасымның жорықтан бас тартуы Саид ханның бұрынғы Моғолстанды қайта біріктіру туралы жоспарына нүкте қояды. Моғолстандағы ұзақ жылдарға созылған азаматтық соғыс елдің әскері мен экономикалық әлеуетін әбден әлсіретіп біткен болатын. Мемлекет ыдырау алдында тұрғанды. Міне осы үшін Саид хан Қасым сұлтанның әскери қолдауына қатты зәру болды. 1514 жылдың көктемінде Шайбан билеушісі Убайдолла хан Мәуереннахрдағы билікті қолына алғаннан кейін Әндіжанға жорық жасап, Моғолстан ханы Саидті ол аймақтан қуып шығады. Мәуереннахрдан қуылған Саид хан Шығыс Түркістанға қашып, жаңа Моғол хандығы атты мемлекеттің негізін қалайды. Моғолстанның әлсіздігін пайдаланған Қасым сұлтан оңтүстік Жетісуға жорық жасап, Ыстықкөлге дейінгі жерлерді бағындырады. Қасымның Моғолстан ханына емес, қазақтарды кәпір деп айыптап, ғазауат жариялаған Шайбанилерге көмек беруінің астарында Қасымның жеке өмірлік көзқарастары жатқан еді. Қасым үшін көшпелі Шайбан өзбектер сарт өзбек тәжіктер мен шығыс түркістандық ұйғырларға қарағанда жақынырақ болды. Қазіргі кезде мақалға айналып кеткен өзбек өз ағам, сарт садағам тіркесі дәл осы Қасым ханның аузынан шыққан болуы мүмкін. Себебі Қасым ханның психологиясы, оның дүниетанымы нағыз көшпелі адамның, дала жауынгерінің дүниетанымы еді. 15 ғасырдың 40 жылдарында дүниеге келіп, бүкіл ғұмырын ұлы далада көшпелі өмір салтымен өткізгендіктен қала өмірін таңдаған Моғолстан хандарын ұната бермейтін. Міне осы себептерге байланысты Қасым хан моғолдардан гөрі туыстас көшпелі Шайбан өзбектерге үлкен саяси әскери қолдау көрсетті. 1513 жылы Дешті Қыпшақтың билеушісі Қасым сұлтан ресми түрде ақ киізге көтеріліп хан сайланады. Бұған дейін қазақ хандығының ресми ханы бұрындық болған тұғын.
Ал 1512 жылы бұрындықтың Самарқанға қоныс аударуы Қасым Сұлтанға ендігі кезекте ресми түрде хан атануына жол ашты. Қасымның хан көтеру рәсіміне 1200-ге жуық әмірлер мен билер жиналды. Дәл осы жылы атақты Ноғай биі Мұса мырзаның Алаш пен Ағыш атты ұлдары Қасым ханның билігін мойындап, Қасымның хан көтеру рәсіміне қатысты. 1512 жылы Қасым ханға бағынышты халық саны 700 мыңнан асқан болады. Соңғы бірнеше жылда Дешті Қыпшақта Қасымның билігі күшейіп, атақ даңқы артып, жақтастары күннен күнге көбейе берді. Қасымның билігін мойындағандардың арасында ықпалды маңғыт билері Алаш пен Ағышта болды. Ноғай мырзалары Қасымның билігін мойындағаннан кейін, олардың иелігіндегі 300 мыңға жуық маңғыт ноғай рулары қазақ атауын алды. Маңғыт руларының Қасым билігін мойындап қазақ атануы қазақ мемлекеті халқының санын тарихта алғаш рет 1 миллион адамға жеткізді. Сонымен 1514 жылы елдің оңтүстігі мен оңтүстік шығысындағы геосаяси мәселелерді бір жақты еткен соң, Қасым өз назарын солтүстік бағытқа, Батыс Сібір аймағына салады. 1514 жылдың екінші жартысында Сібір хандығына қарсы жорыққа дайындықты бастайды. Батыс Сібір аймағын 13 ғасырда Шыңғыс хан әскері басып алғаннан кейін Шайбан ұрпақтары мен Тайбұға бидің ұрпақтары кезек-кезек басқарып келді. 13, 14, 15 ғасырларда бұл аймақ Алтын Орданың құрамында, көп жағдайда Шайбан ұрпақтарының қол астында болды. Ал 15 ғасырда Жошы ұлысы құлағаннан кейін бұл жартылай автономиялы Батыс Сібір аймағы Әбілқайыр мемлекетінің құрамына кірді. 1468 жылы Әбілқайыр ханның қазасынан соң Батыс Сібірдегі билікті Шайбани Ибақ хан басып алды. Алайда 1495 жылы ол Тайбұға ұрпағы Махметтің қолынан қаза табады. Осылайша 1495 жылы Сібірдегі бар билік қайтадан Тайбұға ұрпақтарының қолына өтті. Шамамен 1514-1515 жылдары Қасым ханның жер қайсырар қалың қолы Батыс Сібір аймағына табан тіреп, бұл аймақтан Тайбұға ұрпақтарын қуып шығады. Қасым ханның Сібірге жасаған жорығы нәтижесінде Батыс Сібірдің Туре, Қашлық, Қызыл Туре қалалары қазақтардың иелігіне өтеді. Жалпы бұл жорық жайлы нақты деректер жоқ. Алайда Қасым ханның кезінде дәл осы Сібір хандығының билеушілері өз иеліктерін тастап Московияға қашып кеткені туралы ақпарат бар. Бұған қоса 16 ғасырда өмір сүрген тәжік жазушысы Зайнеддин Васифидің жазуы бойынша 1516-1517 жылдары Сібірдегі Шайбан сұлтандары қазақ хандығына қарсы жорық ұйымдастырған. Дәл осы мағлұматтарға сүйене отырып, Шайбан сұлтандарының әскери шабуылы Қасым ханның Сібірді басып алуына қарсылық ретінде туындады деп болжай аламыз. 16 ғасырдың екінші 10 жылдығындағы қазақтардың Сібірге жорығының арқасында Шығыс Дешті Қыпшақ даласындағы бар билік Қасым ханның қолына өтеді. Қасым ханның ендігі мақсаты Еділ мен Жайық арасын, бұрынғы Жошы ұлысының мәдени-экономикалық орталығын қайтару болды. Бұл аймақты билеген маңғыт билері 1202 жылы атақты Мұса бидің өлімінен соң қазақ хандарының билігін мойындағанымен қолайлы жағдай туған бойда бағынудан бас тартып қарсы шығып отырды. Осы себепті 1518-1519 жылдары Қасым хан Батыс Қазақстанда өз билігін түпкілікті бекітуді ұйғарып, маңғыт билеріне қарсы үлкен әрі соңғы жорыққа дайындықты бастайды. 1519 жылдың наурыз-сәуір айларында 100 мыңдық үлкен армия жасақталып, Қасым ханның бастауымен батыс бағытқа, Қажы Тархан бағытында жолға шығады. Араға бірнеше ай салып, яғни 1519 жылдың маусымындағы шайқаста маңғыттардың негізгі күштері Қажы Тархан маңында жеңіліске ұшырайды. Бірнеше айға созылған соғыс нәтижесінде Қасым әскері Еділ мен Жайық арасындағы көптеген ірілі-ұсақты қалалар мен бекіністерді бағындырады. Сонымен қатар Алтын Орданың астанасы болған ұлық ұлыс халқы үшін қасиетті саналатын Сарай қаласында басып алады. Қасым хан Сарай Батуды басып алу арқылы Алтын Ордадағы биліктің символы болған Сайын ханның қасиетті алтын тағын Ұрыс хан ұрпақтарына қайтарады. Ал жеңіліске ұшыраған Ноғай мырзалары Қырым хандығына бас сауғалап, Мұхамбет Герей ханды паналайды. Осылайша Қасым хан 16 ғасырдың екінші 10 жылдығында Жошы ұлысының ұлан-ғайыр даласында ең алғаш үлкен қазақ мемлекетінің негізін салды. Өйткені дәл осы Қасым ханның кезінде қазақ хандығының аумағы қазіргі заманауи Қазақстан Республикасының территориясымен теңесті.
Оңтүстікте хандықтың шекарасы Ыстықкөлге дейін жетсе, солтүстікте Томбыға дейін созылып жатты. Батысында Қажы Тарханға шейін жетіп, бүкіл шығыс Дешті Қыпшақ даласына жайылды. Қасым мемлекеті территориялық тұрғыдан жошы ұрпақтары, яғни ханның туыстары басқаратын 10 шақты әкімшілік аймақтарға бөлінді. Әрбір әкімшілік аймақ 50-60 мың отбасыдан тұрды. Ал аймақтар өз ішінде 10 мың отбасыдан тұратын кішігірім ұлыстарға бөлінді. Әр ұлыстық аймақтың басында хан тағайындаған сұлтандар тұрды. Шыңғыс ұрпақтары, яғни сұлтандар, елдегі сот һәм әскери билікті басқарып, тікелей жоғарғы ханға бағынышты болды. Ал хандықтың әскері ханның тұрақты жасағынан, сұлтандардың жасақтары мен ұлыстардағы әскери бөлімдерден құралды. Қасым ханның кезінде 1 миллион халқы бар қазақ хандығының әскері 300 мыңға жетті. Әрине, жорықтарға ешкім 300 мыңдық жасақпен аттанбады. Бірақ ханның бұйрығымен кез келген сәтте 150-200 мыңдық әскер жасақтауға мүмкіндік туды. Бұндай үлкен әскердің болуы Қасым ханға аймақтағы кез келген геосаяси шиеленіске араласуға мүмкіндік берді. Мемлекеттік аппарат пен хан әскерін керек жарақпен жасақтауға 15-16 ғасырларда жергілікті халықтан алым салық жиналып отырды. Отырықшы халықтан жиналатын бадж бен хараш салық түрлері болды. Ал елдің көшпелі халқы жалпы малдың 5% мөлшерінде салық төлеп отырды. Алым салық жинау жергілікті билік органдарына жүктелді. Салықтың мөлшері мен тәртібін көп жағдайда билер бекітіп отырды. 16 ғасырдың 10 жылдары Қасым ханның тікелей араласуымен Қасым ханның қасқа жолы атты заңдар кодексі жасалды. Аталмыш заң жинағы бізге белгілі 5 негізгі бөлімнен тұрды. Олар: мүлік заңы, қылмыстық кодекс, әскери кодекс, елшілік ғұрпы, жұртшылық заңы сияқты елдегі қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған баптардан құралды. Алайда, жоғарыда сипатталған саяси жүйе, заңдар жинағы уақыт көрсеткенде тұрақсыз һәм тиімділігі аз болып шықты. Жүйенің тұрақсыздығы 1521 жылы Қасым ханның өлімінен соң анық байқалды. Өйткені бар болғаны 5-6 жыл ішінде Қасым хан құрған алып мемлекет оның қазасынан кейін бірнеше бөлікке бөлініп, ыдырап кетті. 1521 жылы Дешті Қыпшақтың ханы Қасымның өлімінен соң таққа оның мұрагері Мамаш отырды. Алайда Мамаштың билігі ұзаққа созылмады. Ол кезінде Қасым ханға бағынышты болған көптеген ру тайпалардың басын құрай алмай, билікті уысынан шығарып алды. Оған қоса, сол кезеңдегі қазақ хандығының қарсыластары Ноғай ордасы, Моғолстан және Шайбани мемлекеті қазақтың билеуші тап өкілдері арасына іріткі салып, бұрынғы құдіретті Қасым ұлысын құлатуға барын салды. Осылайша 1524 жылы Қасым ханның мұрагері Мамаш хан ішкі саяси талас тартыстардың салдарынан қайтыс болды. Жалпы қазақ мемлекеті 400 жыл бойы дәл осы төрелер институтының арқасында пайда болып, бір мемлекеттік құрылым ретінде өмір сүрді. Негізінен, көп жағдайда қазақ хандарында айтарлықтай билік болған емес. Олар қазақ қоғамында саяси институт ретінде ру тайпаларды біріктіруші делдал қызметін атқарды. Себебі ханның жеке өзінде руларға қарсы тұра алатындай әскери немесе материалдық ресурстар жоқ еді. Тек төрелердің жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ететін төлеңгіттер ғана болды. Ал олардың саны аз болғандықтан ханға қандай да бір саяси ықпал жасайтын тетіктер сыйлай алмады. Хандар көп жағдайда үлкен соғыстарда рулардың біріккен әскеріне көшбасшылық етеді. Қазақ хандығында ханға елді біріктіру үшін міндетті түрде үлкен абырой жинау керек болды. Яғни белгілі бір сұлтан руларды бір мемлекетке біріктіріп хан болғысы келсе, міндетті түрде өзінің әділдігімен, батырлығымен және көрегенділігімен елге танылуы тиіс еді. Сонда ғана рубасылар сұлтанның жеке абыройына қарап хан ретінде мойындайтын. Сондықтан қазақ хандарының көбісі хан атанбас бұрын ел арасында батырлығымен немесе ерекше ерлігімен танылып, содан соң ғана рулардың құрметіне ие болып хан сайланатын. Ал егер жұрт алдында әлсіздігін көрсетіп, немесе әділетсіз шешімдер шығарса, онда ханның ел арасында қадірі кетіп, артынша билігінен немесе басынан айырылуы мүмкін еді. Мамаш хан әкесінің өлімінен соң, оған бағынышты рулар арасында ханға лайықты абырой бедел жинай алмайды. Кезінде Қасым ханның билігін мойындаған көптеген елдің батысындағы рулар оның бұйрықтарына бағынудан бас тартып, Ноғай мырзаларының қол астына өтеді. Ақыры Мамаш хан иелігіндегі өте ықпалды тайпалардың қолдауынан айырылып, билікті уысынан шығарып алады.
хандықтың әр бөлігінде түрлі рулардың қолдауына ие болған Жәнібек ханның өзге ұлдарының ұрпақтары Мамаштың билігіне бағынудан бас тартып, хан тағы үшін күресті бастайды. Содан 1523-24 жылдары Ноғай ордасына қарсы болған шайқастардың бірінде Мамаш хан қайтыс болады. Қасым ханның өлімінен соң дала ақсүйектері Жәнібек ұрпақтары бастаған үш негізгі саяси топқа бөлінді. Бірінші саяси топта Қасым ханның ұлдары болды. Олар көбінесе Ноғай мырзаларының саяси қолдауына тәуелді еді. Ал екінші саяси топты Қасым ханның інісі Жәдіктің ұлы Тоғым хан бастады. Ал үшінші саяси топта Тахир сұлтан бастаған Қасымның інісі Әдік сұлтанның ұрпақтары болды. Осылайша Қасым ханның кезінде бір ел болған үлкен қазақ ұлысында азаматтық соғыстың оты тұтанды. Хандықтың әр аймағында үш бірдей хан тағынан үміткер сұлтандар өздерін Дешті Қыпшақтың билеушісі етіп жариялады. Әрбір жеке хан өзінің билігін мойындаған руларға арқа сүйеп әскер жинай бастайды. Азаматтық соғыс барысында алғаш болып Қасым ханның ұлдары бірнеше ірі шайқастарда жеңіліске ұшырап, билігі мен бар ықпалынан айырылып, ары қарай тақ үшін күресуге шамасы жетпей, саяси ойындардан шеттетіліп қалады. Аталмыш жеңілістерден соң Қасым ұрпақтары Ноғай мырзаларының, яғни едіге ұрпақтарының қол астына өтеді. Себебі олар Ноғай ақсүйектермен өте берік туыстық некелік байланыста еді. Сол кезеңде елдің батысындағы көптеген рулар Қасым ұрпақтарының жағында болғандықтан, Қасым ұлдарының Ноғайлардың билігін мойындауы 300 мыңға жуық халықтың Ноғай атануына себепкер болды. Ноғай ордасының билеушісі Шейдақ би Мәскеуге жазған хаттарының бірінде Қазақ хандығынан оның иелігіне келген халықтың санын 300 мың деп бағалаған. Әрине, Ноғай биі 300 мың адамның көшуі туралы айтқанда асыра сілтеген болуы мүмкін. Алайда басқа да тарихи деректер сол кезеңде Ноғай ордасының жері кеңейіп, саяси әлеуеті артқанын растайды. Ал елдің шығысы мен оңтүстігінде өзін хан деп жариялаған Тахир абыройы мен билігін арттыруға бағытталған соғыстар жүргізеді. Тахир хан бірнеше ірі шайқастарда жеңіліске ұшырап, өзінің артынан ерген жұртпен бірге Жетісуға қарай шегінуге мәжбүр болады. Тахир ханның әулеті Моғолстан билеушілерімен туыстық андалық қатынаста еді. Сондықтан оған белгілі бір деңгейде моғол билеушілері саяси қолдау көрсетті. Көп ұзамай Тахир моғолстандық құдалармен ұрысып, екі ел арасында соғыс басталады. Моғолдарға қарсы соғыста бірқатар ірі жеңілістерге ұшырап, өз жұрты алдындағы бар абырой беделінен айырылады. Осы кезге дейін Тахирді қолдап келген көшпелі жұрт одан көңілі қалып, бағынудан бас тартып көшіп кетеді. Содан тағдыры қол үстінде тұрған Тахирге күтпеген жерден қырғыз тайпалары көмекке келеді. Қырғыздардың осы қолдауының арқасында өте ықпалды жауларына қарсы соғыста Қарахан басын әзер дегенде аман сақтап қалады. Осылайша бұл азаматтық соғыста Тоғым жеңіп шығады. Ол бар болғаны бірнеше жыл ішінде Қазақ хандығының әскери әлеуетін арттырып, айырылып қалған жерлер үшін күресті бастайды. Тоғым ең алдымен батыста Ноғай мырзаларының қолдауына ие болған Қасым ұрпақтарын талқандап, көптеген жерлерді қайтарады. Оңтүстікте Тахирдің моғол билеушілерімен қақтығысын пайдаланып, оған соққы жасайды. Нәтижесінде Тахирдің моғолдардан және Тоғым ханнан осындай ірі жеңілістерге ұшырауы абыройының төмендеуіне, артынша оған бағынышты рулардың Тоғымның жағына өтіп кетуіне алып келеді. Тоғым ханның батыс пен оңтүстік бағыттардағы әскери жетістіктері Қазақ ордасының қайта бірігуін қаламайтын көрші Ноғай ордасы, Моғолстан және Мәуереннахр мемлекеттерінің алаңдаушылығын тудырды. Ноғай ордасының, Моғолстанның, Мәуереннахрдың билеушілері қайта күш алып жатқан Қазақ хандығына қарсы әскери коалиция құруға шешім қабылдайды. Жоспар бойынша бұл елдер бір уақытта үш бағыттан Қазақ хандығына соққы жасап, жерін өзара бөліп алуды ойластырды. Біріккен анти-қазақ коалициясының әскери іс-қимылдары 1537 жылдың жаз айында басталды. Жоспарлағандай, Тоғым басқарған қазақ ұлысына үш бағыттан шабуыл жасалды. Оңтүстіктен Шайбан билеушісі Убайдулла хан соққы жасаса, оңтүстік шығыстан моғол билеушісі Рашид хан басып кірді. Ал хандықтың батыс иеліктерін Ноғай ордасы басып алды. Бірнеше айға созылған қиян-кескі соғыс қазақ әскерлерінің ойсырай жеңілісімен аяқталды. Соғыс барысында қазақ жасақтары барлық бағытта өте ірі жеңілістерге ұшырап, Жетісу аймағынан, сыр бойындағы қалалардың басым бөлігінен және батыстағы иеліктерінен айырылды.
сырдың орта және жоғарғы ағысындағы Түркістан қалаларының барлығы Шайбан билігіне өтті. Жетісу аймағы Моғолстанға қарай бастады, ал хандықтың шығыс бөлігіндегі жерлерді ойрат тайпалары басып алды. Моғолстан ханы Рашидтің әскерімен болған қиян-кескі шайқаста қазақ қосыны жеңіліске ұшырап, Тоғым хан және 37 қазақ сұлтаны ажал құшты. Осылайша Қасым ханның өлімінен кейін басталып, 15 жылға созылған азаматтық соғыс қазақ хандығының уақытша болса да құлауымен аяқталды.